Армысың қазақ елі, Қорқыт ата ордасы, сыр елі. Зікірден келген ақпарат. Қорқыт ата. Жоқтан барды жаратқан, жаратушы иеңе құлшылығың оң болсын. Тәуекелге бел буып, дүниелікті ғапыл ғып, ақыретті ойлаған, ақтық жолын аңсаған ұрпағыма жол болсын. Уәде беріп Құдайға тура жолда болам деп, сен үшін жаным құрбан деп, амалын жасап тырысқан, қауымын ойлап алысқан, әруақ деп ұран тастаған, жақсылықпен жарысқан, ата жолын паш етіп, терін төккен ұрпаққа атқарған ісің оң болсын. Жақсылықты тілейін, ақ батамды төгейін, әрбір ісің елеулі, Құдайы жолың белгілі, сендер үшін Алладан ұрпағым өсіп өнсін деп, мақсатына жетсін деп, қасиетті нықталып, бой өрісі тазарып, әруағына жалғанып, елін жерін қорғайтын, тылсымнан хабар жолдайтын, Құраннан шипа беретін, әділ билік ететін, өмірден өткен әруақтар, батыр әулие бабалар, бақсы ишан аталар, тылсымнан қолдау беретін, жаныңда нұр боп жүретін, жеті атаңа жалғайтын, ұрпағым талмай қолдайтын, қасиетке ие боп, Құдай жолда адал боп, жүретін мына ұрпаққа қорғаны болсын Құдайдан. Әруағы қонсын бұйырған, ақталып қара жолынан, шипасы болсын оңынан, демеу болып жұртына, иманға келсін қауымы, жасаған күнә кешіріліп, Алланың болсын рахымы, жүректің көзі ашылып, нұрланып толсын иманы, жаратқан ием жар болып, берген батам оң болып, Құдайдың болсын қалауы. Марал баба. Армысың деп бастайын сөздің басын, ата дәстүр жалғаған қауымдастар. Екі дүние көпірін жалғап тұрған, әруақтарың келіп тұр сөзін бастар. Сыр елінде Қорқыттай абыз болған, мәңгі өмір іздеген жалғыз адам, Тәңіріне сыйынып амал жасап, қобызымен еліне қорған болған. Сол қобыздың жүрегі жарық болған, Құдай өзі қалауы нұрын құйған, жеті қабат көкпенен жер астына үні жетіп баураған жақсы жаман. Көк Тәңірге сыйынды абыз атаң, Тәңір өзі пендесін қолдап тұрған, жын-жыбырды байлайтын күшті беріп, өлі менен тіріге көпір салған. Қобызында сыры тұр жасырылған, тылсым менен байланыс жібі тұрған. Үнін салып Қорқыттай қолдау сұрап, Құдай деген құлына мұра қонар. Сыр елінде пенде бар ізін қуған, Құдай өзі пендеге бұйрық қылған. Қобыз алып қолына сызылтқанда, Қорқыт өзі қолдауын беріп тұрған. Сол пендеге айтады өсиетін, қарасындай сақтасын қасиетін, жеті күннің ішінде бір күн арнап, әруағымен сырлассын тағзым етіп. Әруақ сонда көтерер көкке басын, үні оның жалғанар жікке тылсым. Қасиеті шыңдалып берік болып, тізгінінде ұстайды тылсым күшін. Жақсылық пен жамандық бірге жүрер, ей пенделер, адаспа жолдан бекер. Қасиетін ұсынған әруақтарға Құдай өзі әмірмен демеу берер. Ал ұрпағым ақылмен сараларсың, ата-баба әруағын пір тұтарсың, Құдай деген керемет тәңірің бар, мейірлене сүйетін жаратқанын. Абай ата. Сөздің басын бастайын бісмілладан, қара сөздің төркіні болмас жалған. Ақыретін ойлаған пенделерге аманаты келіптір бір Құдайдан. Сөзге тиек болсын деп ескертеді, құдіреті барлығын білдіреді. Жақсы айтқан сөзіңде жарым ырыс, қабыл болып айтқаның дөп келеді. Қарғыс сөздің артында ібіліс тұр, шатыстырар пендені шағылыс тұр. Ғайбат айтып тілімен күнә жасап, қаһарына Алланың ілініп тұр. Көркем сөзбен жаныңа нұр шашасың, жамандарды қамшылап қашырасың,
тәрбиесі мәні бар сөздер айтсаң, Құдайыңа бір табан жақындарсың. Өсек, өтірік пендені азғындырар, бұл фәниде адасып азып тозар. Құран кәрім беттерін парақтасаң, иман деген ұстаздан тәлім алар. Қара сөздің төркіні әліппесі, ана тілің екенін дәріптеші. Қазақ деген атаңнан мұра болған, қазақ тілде сөзіңнің құдіреті. Құдай өзі жасырған талай сырды, рухы биік қауымға мұра қылды. Қазақ тілін бұйырған қалың жұртқа діл қуатын арттырып бұйырыпты. Сүлеймен Ишан ата. Күмбезі көктен көрінген, қауымы судай төгілген. Зиярат жасап басына қолдауын бер деп тілеген. Мұхаммедтің үмметі Ахмет атты пір екен. Құдай жолын ұстанып, сопылықты паш еткен. Құдайдың сүйген құлы боп, ғұмырын соған сарп еткен. Түркі елдің әулесі Яссауи атаң дем берген. Ақ Құранды оқыңдар, миларыңа тоқыңдар. Ішінде бар қазына, баға жетпес ол мұра. Ұғынған ұрпақ түзелер, хикметіне ол жетер. Жүрегі оның тазарып, Алла деп тілі өзгерер. Зікір салып Алла деп, лә илаха илля деп, иманмен сөз өзін бектер. Сонда ғана пенденің жүрек көзі ашылып, дүниелігі басылып, махаббаты Құдайға ашылып рухы бекінер. Сәлемін жеткіз ұрпаққа, жететін жолы ұжмаққа, сопылық жолы тура жол, қолдайтын оны әруақта, ғұлама әулие әмбелер, аманат еткен ұрпаққа. Базар жырау. Қолыма қалам алып, сөз бастайын, ата жол ақпаратын пайымдайын. Тылсымнан хабар беріп әруақтарың, Құдайдың қалауымен берер жайын. Әулие әмбиелер сапқа тұрып, Раббыға тағзым етіп, тізе бүгіп, адасқан ұрпағына жөн сілтеуге, Құдайдың мейірімін сұрап тұрып. Жалынып, жалбарынып жол сілтеуге, Раббыдан аманатпен жеткізуге, ұғынған ұрпағына ақиқатты аманат батасымен сөз төгуге. Тәрбие тәлім ал деп нақыл сөзден, өзіңді жөнге сал деп бата сөзден, қыспақпен қаралықтан босатылып, шабытың көтерілсін қара сөзден. Жан дүниең таза рухын болсын жолдас, иманың таза болса сен алдамас. Дүниелік сайтани жол басым болса, ұжданың арың менен түсер қубас. Адаспа, исі қазақ ұрпақтарым, тектілік жатыр қанда шырақтарым, намысын таптаппайтын ұрпағыма, тұғырың берік бол деп сөз саптадым. Мен әруақ, сендер тірі пендесіңдер, ортада перде барын білесіңдер. Қаншама айтқан сөзге құлақ салмай, босаңсып жай барақат жүресіңдер. Уақытың өтіп жатыр тізгінделмей, адамың кетіп жатыр сөзге келмей. Ей ұрпақ, есіңді жи, масаттанбай, кеш болып бармағыңды шайнап жүрмей. Құдай деп жүрген пенде адаспайды, таңдаған тура жолда шатаспайды. Ұрпағын ақыретін ойлағандар, Құдайын ешқашанда ұмытпайды. Бекет ата. Қараша, желтоқсан мен сол бір екі ай, сынағы басым болар ұққан жанғай. Қараның арпалысы үдей түсер, жүрмеңдер жеңіл желпі місе тұтпай. Бастарың аман болсын бүтін деліп, амалын жасау керек жеңілдетіп. Құдайға құлшылықты күшейтіңдер, сынағы жеңілдікпен өтер кетіп. Жаңарар тазаланар бүткіл әлем, қызметін көрсетеді тылсым әлем. Адамзат тәубеге кел, есіңді жи, Құдайдың қаһарына ұшырамай. Бастарың бүтін болсын қарақтарым, жасаған қабыл болсын амалдарың. Құдаймен әруақ жолын паш ететін ұрпағым жасай берсін ынтымағың. Бүткіл ел мойындаған пір бекетпін,
ақтық сөз жеткізуге менде келдім. Сыр елі қасиетті мекені ғой, қорқыттың киесіне бас иемін. Ұрпағы аман болсын сыр елінің, тылсымға толып жатыр мына жерің. Киелі қасиетті ұрпақтарға мұра боп кие қонсын Құдай беріп. Берейін ақ батамды таза жанға, жүрегі мейірімге толған жанға, пенделік Құдай жолға жат болатын ақырет күнін басым ойлағанға. Ерсейітпенбет ата. Әй ағайын, қайыр тілеп сендерден мен ақысын сұрайын. Ордаларың бітуге тәмам болып қалғанын көзбен көрдік біздерде. Риза болып марқайып, көкке жетіп төбеміз қорқыт бастап біз қостап, келіп жеткен жайымыз бар екенін сендерге айтып бізде кетейік. Бес саусағың тең емес, таза ниет кіремес, ат салысып барлығың жұдырықтай жұмылып, жақсы істе жарысып, несібеңмен бөлісіп, амалын жасап қалсай шай. Әруағын қолдап тұрғанда, Құдайдың жолын бұрғанда, Алла деп жүрек шарқ ұрып, әруақ деп тілің тұрсай шай. Ата жолы дейсіңдер, Құдай әруақ дейсіңдер, қандай амал жасадың Құдайға мына жағатын. Азғырған мына жамандар, пейіліңе кір салған, ниетіңді ұрлаған, жүрегіңді улаған, мәңгүдік күйге түспе шай. Ақыретін ойлайтын, елдің қамын қолдайтын, берекесін бірлігін келтіретін ұрпағым, жамандықты жақсымен өшіретін ұрпағым, әруақтарын еске алып көтеретін ұрпағым, қазақ деген ел үшін, ұлан байтақ жер үшін қан төгетін ұрпағым, басыңды көтер әруақ деп, Құдайы жолым құрбан деп, жаныңды берер ұрпағым, сөзіме мына құлақ сап, батамды алып қалсай шай. Осы ақпаратқа бір түсінік беріп өтейін. Осы сыр еліндегі Қорқыт ата ордасын салып жатқан кезімізде аяқ жағында қаражатымыз жетпей қалды. Сөйтіп шамалы уақыт өткізіп отырған кезде осы Ерсейітпенбет атамыз сыр еліндегі әулие кісі, Марал бабамыздың замандасы, осындай ақпарат берді. Бұл ақпарат бізге шабыт болды. Осыдан кейін бәріміз қайта бір күш жинап, қорымызды жинап, ордамызды толық бітіруге атсалыстық. Сөйтсек, біздің аруақтарымыз, аталарымыз тылсымнан барлығын бақылап, қарап тұр екен, қадағалап отыр екен, қолдау беріп отыр екен. Соған өте қуаныштымыз, ризамыз, шүкіршілік етеміз. Осындай аруақтарымыздың бізді қолдап, демеу беріп, жол сілтеп, жол көрсетіп, бағыт беріп жатқандарына мың қата шүкіршілік етеміз. Тағы бір ақпарат, Сүйінбай атамыздың салғаны. Ақ қағазға сөзімді түсірерсің қарағым, қауым елге сөзімді жеткізерсің қарағым. Бұйымтайы әруақтың ұрпағына барлығын, аманатын сөзбенен өткізерсің ұрпағым. Бейсенбі күн жұмада шырақ жақсын ұрпағым, сол шыраққа жиылып, зікір салсын ұрпағым. Құран оқып бағыштап, әруақтарды көтеріп, жеті шырақ шамымен орда ішін аластап, тазартып алсын ұрпағым. Қауым болып жиналып, Құдай үшін арнаған құрбандығын шаларсың. Ниет еткен пенденің қабыл болар тілегі, жиылып барша әруағы, ақ батасын береді Сүйінбайдың аруағы. Салып отыр өзіңе, ақпараты жетсін деп, жамағат әтті пендеге. Бұл жерде кейбір адамдардың әруақ жоқ, өлдің бітті кеттің деген кісілерге құлақтарына алтын сырға. Міне өмірден өткен аталарымыз, аналарымыз, әулие бабаларымыздың бізге қолдау беріп, жол көрсетіп, бағыт бағдар беріп, ұрпағының адаспауын қадағалап, өмірден өтсе де ту сыртымыздан қарап, шырылдап,
тұрғандары айқын көрініп тұр. Осы көкейімізге салып, ақпарат арқылы о дүниеден, тылсымнан хабар беріп жатыр. Ұрпағының адаспауын, азып тозған елдің тура жолға түссін деп, осындай ақпараттардың келіп жатқаны мәлім болып отыр. Осы ұрпақтарына айтып жатқан өсиетіне, бағдарларына ел болып, халық болып құлақ асып, байырғы өзіміздің ата-бабамыздың жүрген сара жолымен жүріп, салт дәстүрін, әдет ғұрпын ұстанып, өзіміздің қазақ деген болмысымызды ұмытпай, соны жандандыруға ағайын ат салсайық.